Менің қолымда не көріп тұрсыңдар? Майшам бізге не береді? Жарықтық береді. Майшам бізге жылулық береді. Майшам бізге сәттілік береді. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Оқушылардың зейіні ашылсын. Сыныбымыз үздік болсын. Бүгін сынып не істеді балдар? Нұрлары берді. Олай болса, осы Майшамның жарығымен, жылулығымен бүгінгі күнге не тілейміз? Сәттілік! Тамаша, қоямыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз әдеттегідей нейрожаттығуды жасап алайық. Орнымыздан тұрамыз. Әне, бірінші оңай жаттығудан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл жаттығулар миымызды жақсы жұмыс істеуге көмектесіп, зейінімізді шоғырландыруға өз септігін тигізеді екен. Келесі жаттығуымыз. Супер, шынаша, шынаша, супер, супер, шынаша, шынаша, супер, супер, шынаша, шынаша, супер. Келесі ат жаттығуымыз жасаймыз. Ат жаттығу. Бұл жаттығулар тілімізді жаттықтырып, кейін айтылатын сөздерді оңайлатады екен. Тамаша, отырамыз. Ал балалар, алдағы уақытта бізде жазғы демалыс. Жазғы демалыста біз қыдырамыз, саяхаттаймыз, солай ма? Ал енді біздің осы Қазақстанның көркем, сұлу қалалары өте көп. Біз сол біздің Қазақстанның қалаларына қазір саяхаттайтын боламыз. Кәне кім шығады? Кәнекей кім? Астана, Алматы, Шымкент. Осы жерде қаланы таңда картаға орнына қоямыз. Қаланы таңда орнына қоясың. Қандай қала бұл? Алматы. Алматы қаласы. Қай қаланың қасында? Балалар, бірінші топтың аты Алматы болды, келесі топтың аты Астана болды, келесі топтың аты Шымкент болды. Енді осы қалалар туралы кім біледі? Айтамыз. Қол көтереміз. Шым қала туралы айта қойшы. Шымкент өзі сүйікті қаламыз, басқа облыстарында халық саны өте көп. Тамаша, сөйлейміз. Біздің қаламыздың атын жасыл қала деп атайды. Керемет. Өйткені ауа жайлы көккөмбек ағаштар жайланған гүлденген көрікті қала. Жайқалған, гүлдері гүлденген көрікті қала дейді. Тамаша айтты. Астана бұл айтамыз. Астана Қазақстанның бас қаласы. Астанада Бәйтерек монументі бар. Тамаша, келесі. Астана Қазақстанның бас қаласы. Тамаша. Астана Есіл өзені бойына орналасқан Астана бас қала. Тамаша, Есіл өзенінің бойында орналасқан. Кәне, сіздер Алматы туралы кім айтады? Айтауы? Алматы символы апорт. Апорт қаласы. Алматы ол керемет қала. Ұлдадай. Алматы Алатаудың етегінде орналасқан. Алматыда әлемге әйгілі Медеу мұз айдыны бар. Тағы мұз айдыны туралы кім айта алады? Тағы не айтамыз? Айтауы? Бұл жақта түрлі спорттар өтеді. Әлемдік жарыстар өтеді. Жарайсың. Біз қандай бөлімдеміз? Математикадан? Есептеу шығару тәсілдері. Айтауы? Есептеу шығару тәсілдері. Тамаша. Біз бұл бөлімде не өтіп жатырмыз? Тамаша. Айтауы? Бөлуге берілген жанама түріндері. Жанама есептер дейді. Алуға? Қосумен алудың қасиеттері. Тамаша. Келе ой. Әлі. Қосумен бөлуге берілген есептер. Сіз не айтасыз? Тамаша. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі амалмен шығарылатын есептер. Сабақтың мақсаты бала санды бірнеше есе арттыру, кемітуге есеп салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру. Ал енді бүгінгі күн ретін жазамыз. Бүгінгі күн қаншасы? Сәуірдің 2-сі. Жазамыз. Сәуірдің 22-сі сынып жұмысы.
жазамыз. Бәріміз дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазамыз. Сәуірдің 27-сі сынып жұмысы. Балалар, өткен сабақта пысықтау мақсатында қазір біз сіздермен пирамида ойынданеміз. Кәнекей, алма тұтылы топпен жұмыс жасаймыз. Кәнекей, келесі. Сіздерде. Көбейту туралы не білеміз? Көбейткіш, көбейткішнің мәні. Және не білеміз? Көбейткіштердің орны Ауысқанымен мәні өзгермейді. Қандай амал? Бөлу, иә? Бөлу туралы не айтамыз? Бөлгіш бөліндінің мәні. Тағы? Егер бөлгішті бөліндінің мәніне көбейтсе, бөлінгіш шығады. Ал егер де бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, бөлгіш шығады. Тамаша, иә? Не орындадыңыздар? Қалай? Ережесі қалай? Бірінші сыртындағын бірге қосамыз. Бірінші жақшаның ішіндегі не істейді? Орындалады. Одан кейін жақшаның сыртындағы амалды орындаймыз. Жақсы балалар. Балалар, пирамида ойыннан ең бірінші керемет әрі жылдам орындаған топ Астана тобы. Сіздер сыйлық ұттыңыздар. Тамаша. Бәріміз оқулықтағы бірінші есепке қараймыз. Кім оқиды? Және одан 2 есе артық ол саяхатқа шықты. Саяхатқа барлығы неше бала шықты? Есеп не туралы? Кім туралы есеп? Қыз мен ұл. Қыз бен ұл туралы. Кім белгілі? Қыздар белгілі, ұлдар белгілі. Есептің сұрағы не сұрайды балалар? Қаша. Сақтаға шартын жазуға кім шығады? Келе ғой қарақат. Көбейтіп 18, енді барлық қыз бен ұлдың санын табу үшін 18-ге қосамыз 9-ды. Тамаша? Жарайсың. Екінші есепке бәріміз назар аударамыз. Бәріміз бері қараймыз. Мына жерде сызба тұр, иә? Бұл жерде кім белгілі балалар? Ұлдар белгілі. Кім белгісіз? Қыздар белгісіз. Яғни қыздар ұлдарға қарағанда 2 есе кем екен. Онда ұлдардың саны қанша? Қыздардың саны қанша онда? 9. 2 есе кем болса 9. Ұлдар қанша? 18, қыздар 9. Енді барлығы қанша? 27 оқушы керек. Кәнекей, онда шартына кім шығады? Тақтаға? Есептің несі болады балалар? Айтыңдаршы кән? Жақсы. Олай болса, мына біз қазіргі екінші есеп, бірінші есепке кері есеп бола ма? Иә, кері есеп болады. Кәне жазамыз. Шартын жазып. Балалар, топпен жұмыс жасаймыз. Кәне топталамыз. Келесі. Топталамыз. Келесі. Сәмін аламыз. Тез топтала қоямыз. Және ақтасы шешетін боламыз. Әдемі шықпай қалады. Ары қарай.
Birinchi kuni jelindi 6 kilogramm jeymiz. Kelesi kuni qoldi, belgisiz jeymiz qoldi. Tamam. Ne istedik? Bарлық жәшіктің санын білу үшін Барлық жәшіктің санын білу үшін Төртті, 4-ке 7-ні көбейтті. Сосын Жарайды. 28 айта ғой сен айта ғой. 4-ке 7-ні көбейттік 28-ге тең. 28-ден алтыны алдық. Сол кезде біздер теңі 22-ге тең болды. Жауабы бізге берілген есеп еліміздің астанасының тамашалауға мектебімізде 27 бала және 13 ересек адам келді. Олар 5 топқа бөлінді. Әр топтан неше адам бар? Тамаша. Бала саны Бала саны 27, ересек саны 13, бөлінді 5 топқа. Әр топта белгісіз. қанша бала бар? Қанша Жарайды. бала бар? Не істедік? Балалар мен ересек санын Бір-біріне қостық. Сонда бізде 40 шықты. Сосын 40-ты 5-ке бөлдік. Тең 8 болды. Жауабына әр топтан 8 бала деп жаздық. Тамаша. Берілген тапсырма ақиқат және жалған ақпаратты табу. Тамаша. Қайсысы жалған, қайсысы ақиқат екен? Біріншісінде Біріншісінде ақиқат болды, екіншісі ақиқат па, екіншісі барлық қызыл түсті фигуралар дөңгелектен. Яма ақиқат екен. Келесі оқи сал. Көк түсті фигуралар шаршы. Шаршы ма көк түсті фигура? Жоқ, шаршы емес. Және қандай тапсырма берді сендерге? Сөз бойынша ойында ақиқат және жалған пікірлер Құрастыру болады, не? Кәне, құрастырғанды оқимыз. барлық жасыл түсті фигуралар дөңгелектер. Барлық жасыл түсті фигуралар дөңгелектер дейді. Дұрыс па? Жоқ, жалған, не? Келесін. Көк түсті фигуралар үш бұрыш дейді балалар. Бүгін өте жақсы жауап бергенің үшін сізге де тамаша. Ал балалар, қазір екеуі ара жұмыс жасаймыз. Кәне, осы жерге тез шартын сендерге есеп бердім. Шартын, шешуін, сұрағын, жауаптар, тез орындайсыздар. Кәне, аламыз екеуі ара жұмыс. Ары қарай ұзап келеміз, ұзатамыз. Екеуі ара. Ал балалар, мына жерде мен сендерге көбейту, бөлу, әртүрлі математикалық ережелер бойынша сендерге ойын құрастырып келдім. Кәне кім шығады тақтаға? Кәне. Келесі, әлия. Келеді. Келесі. Келесі шешеміз кәне. Мен сізді ортаға тұрса, қандай амалым бағы. Алар көмек керек деді сыға. Қолды көріп. Келесі, шауы, келесі отан. Мені шауы. Тамаша, ала ғой. Келесі. Келе ғой. Әртүрлі көрсек. Үш топтар керемет орындады. Өздерінің мағаларын алды. Дәрестер балалар. Рахмет. Балалар, бәріміз 8-ші мысалға қараймыз. Бұл жерде 6 өрнек берілген. Кәне екі-екіден екі. Әр топтан екі оқыс шыға қойсын. Шыға қой. Да, болды. 100 саны. 100. Яқа қоямыз. Қоя бер. Келесі. Тек 8-ге қосамыз. 62-ні. Қанша болды? Жарайды. 70. Яқта 70 санын ашамыз. Орды маған бере ғой. 70 санын ашамыз. Жарайсын. Келесі. 21 доллар атылды. Келесі оқышы. Шыға бар. Қанша жүр. Ағалау қалады. 84. Қаншаға орналады? 16 қайры? 80-ден
болмаса? Мына сөзді әлемнің шығарды, қандай сөз шықты? Алматы. Олай болса, мына картаның бір бөлімін әкеліп, орналастырамыз. Балалар, бәріміз бері қараймыз. Мына жерден не шықты? Не? Қазақстанның несі шықты? Отыра ғой. Картасы шықты. Балалар, қана айтайыншы, Қазақстан қаншаға бөлінеді екен? 5 қандай экономикалық ауданға бөлінеді екен? Жарайды балалар, енді бері қараңыздар. Біздің Қазақстанды қандай мемлекеттер қоршап тұр? Ол көтереміз, айтамыз. Қандай мемлекеттер қоршап тұр? Айтамыз. Ресей қоршап тұр, Қытай, Россия қоршап тұр, және Қырғызстан, және Өзбекстан, және Түркменстан қоршап тұр. Балалар, қазір мына әуе шардағы нені көріп тұрсыңдар, қыздар мен ұлдарды көріп тұрмыз, иә? Қазір бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Әлде сәл түсініксіз болды ма? Сол бойынша осы кейіпкерлердің артына өздерінің пікірлеріңізді жазасыздар. Келеміз саған топтан. Аламыз, біреу-біреуден аламыз, кәнекей артына жазамыз. Отырамыз.